Сәлеметсіздер ма? Мен бүгін сіздермен бірге өзімде бірінші рет пісіргелі отырмын бұл булочканы. Мен булочка алдында сіздерге көрсеткен болатын. Енді ол булочкадан айырмашылығы мұның ішіне мынандай пудинг. Мен мыналар сатылады. Алып, ішіндегі начинкасын ішіне қосатын осы пудингті сүтке қосып, қайнатып, дайындап алып дайындаймыз. Енді менімен бірге аяғына шейін болыңыздар, бірге пісірейік, бірге көрейік қалай болып шығатынын. Қазір енді мен міне ұн алдым, ұнды елеп алам. Ұн, май, жұмыртқа, сүт, қант қанша кететін мен сіздерге жазып көрсетіп қоямын. Сол жерден алып көресіздер. Мен әрине жаңағы берген рецепт бойынша ұн көбірек болу керек. Мен ұнды азайттым. Енді дрожжімізді сап алайын. Міне ұнымызды елеп алдым, дрожжімізді септім. Дрожжімізді араластырып аламыз да. Міне мен майымды ертіп қойдым. Қантымызды саламыз. Сүтімізді құямыз. Енді бұна бір жұмыртқамызды салып, енді бәрін араластырамыз. Бұл булочканы бірінші рет пісіргелі отырған себепті менің де қолым кішкене қобалжығаннан шығар. Бірінші рет тамақ пісіріп жатқандай болып жатырмын. Міне көрдіңіздер, енді араластырып алдық. Енді қалғанын қолымызбен қанғанша елеп алдық. Нанымызды. Енді жылы жерге бетін жауып қоямыз. Көтерілгенше күтеміз. Нанымыз көтеріліп жатқан кезде біз ішіне салатын жаңа пудингті сүтпен қайнатып, оны суытып дайындап қоюымыз керек. Қазір соған кірсек. Міне енді сүтімізді құямыз. Мен сүтті 450 грамдай алдым. Сүтіміз газдың астын жағып қойдым. Енді сүтіміз қайнай берсін. Қазір енді мына пудингтің біреуін салдым, біреу аз болып қалатын шығар деп ойлап отырмын. Жалпы бір пачка 500 грамм дейді. Негізінде қою болмай қалуы мүмкін, сондықтан мен мынаның жартысын салам. Жартысынан кішкене көбірегін. Қазір көреміз, егер де қоюланбаса. Енді жаңағы қантымызды саламыз. Жақсылап араластырып, астын басып қояйын. Енді кішкене сүтімді құйып
жақсылап араластырып аламын. Енді сүтімізге құямыз да. Енді араластырып отырамыз. Газды өшірдім. Мына қараңыздар енді. Газды өшірсек те араластырып тұру керек. Мынандай қой болды. Қазір басқа ыдысқа құйып аламын, сонда тезірек суитын болады. Нанымыз ашыды. Қазір ұн сеуіп алайын. Онымызды септім. Енді нанымызды жайып аламыз. Енді рецепт бойынша тек қана ортасына салынады. Жабамыз, бүктейміз, сондықтан қазір бүйтіп белгілеп алайық. Енді ортасына жаңағы жасаған мен қатты қоюма қою болып кетті ғой деймін. Жоқ, жақсы, жағылып жатыр. Дейміз. Бөлейміз бірдей қылып. Aylandırıp мен духовкам қызып тұр, қазір духовкаға салам. Қазір енді үстін рецепт бойынша үстіндегі глазурин немен жасайды? Сливки жаңағы 30%, 33-35 соған сахарный пудраны салды. Менде сахарный пудра бар, а сливки жоқ. Сондықтан мен кішкене сгущенкаға сметана салдым. Сметанамен араластырып алдым сгущенканы. Сөйтіп бетін. Енді мен глазурин басқаша жасап жатырмын.